Ассалаумағалейкум. Қайта мына қазақ тіл мәселесін көтере берді, айта берді деп ойламаңыздар. Бұл менің просто шын айтқанда мүмкін біреуге біреу болмаса біреу еститін шығар енді, Алла қаласа. Мына негізінде бар ғой, өзіміздің тілге өзіміздің жан ашымаса, анау біреу қазақ тіліне жан ашымайтын чмолар бар ғой, олар бірінші очередь қазақты сатып кетеді или сызып кетеді. Күн туса мына Қазақстан, Құдай сақтасын. Ертең бар ғой, Құдай сақтасын, мына Қазақстан деген тәуелсіздігінен айырылатын болса егер, Алла сақтасын. Масқара ғой. Мына зар қақсайды ғой, мына қазір өзінше болып жүргендер. Бәріміз білеміз, Құдайға шүкір, орыс тілін де білеміз. Құдайға шүкір, біраз тілді де түсінеміз, енді мықты білмесек те. Бірақ өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді ғой. Қазақстанда жүрміз, Қазақстанда ұмытпаңдар. Қазақстанда жүрміз. Қазір мысалы мен құрылыспен айналсам, менде қаншама балалар жұмыс істейді, өзбек балалар, тәжік балалар, мысалы да, соларшы, бөтен жерде жүрсе де өз тілдерінде сөйлеседі, өз жерінде жүрсе де өз тілдерімен сөйлеседі. Енді ойла, мына біз ғана ма деймін да, мына қазақтар, или мына жәнегі ашаршылық кезінде де мына біздің чмолар, іштен шыққан жаулар бар ғой, іштен шыққан қазақты қазақ құртты ғой негізінде. Сол чмолардың ұрпағы тарап алған ба түсінбейсің де, беспредел мына Қазақстандың вообще енді орысшаны қосып жіберді деп тағы да ойламаңдар. Негізінде әрине 100% қазақ тілін білмесек те, Аллаға шүкір, енді қазір күрделі сөздерді көп, оны да түсінем. Бірақ мына күнделікті қолданатын тілдеріміздің барлығы Аллаға шүкір қиын емес қой. Біз де сөйлесеміз, Құдайға шүкір, орысшаны біз де білеміз, бәріміз білеміз. Ол білімнен қазақ тілі сонда не құрметсіз тіл ма не, или намыстанатын тіл ма? Наоборот, қазақ тілін құрметтеу керек. Ертең Алла сақтасын, мына тілімізден айырылсақ, Құдай сақтасын, мына басқа мемлекетке, мына қазір өзі орыстар көздеп отыр ғой, Қазақстанды өзіне қосқысы кеп, мысалы Алла сақтасын. Оның барлығы мен жаңалықтардан, жәнегі немелерден, может дезинформация дейді ғой, білмеймін. Бірақ сонда да сақтану керек. Алла сақтасын, орыстарға қосылып, ертең чмо болып, чорт болып, бір қай-қайдағы ит құстардың алдында басымызды иіп жүрмейік. Өз тілімізді өзіміз құрметтейік. Сонда ғана тәуелсіздігіміз мәңгі болады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Дұрыс айтпас.